Шілденің бас жегі, күн аспан айналып жерге түсердей ыстық. Жан иесінің бәрі табақтай күннің табандай қақтаған ыстығынан қашып, көлеңке қуалап кеткен. Үп еткен жел де жоқ. Бөлмедегі қарапайым желдеткіштің өзі дара көріктей ерініп пырылдап, қанша үрлегенімен демінен жалын бүркеді. 6 айрығымнан тер кетіп, сорпам шығып, журналдың кезекті нөмірін дайындап отыр ем, телефоным шыр ете қалды. Асан екен. Кезінде фотосурет түсіруге біраз әуестеніп, журналға түсірген фотоларын жіберіп тұратын. Кейін аппаратын сатты да фотографтық кәсіппен қош айтысқан. Армысың, арекем деп телефонды көтердім. Қалай, Халеке, кешегі журналдан маған біреуін салып жіберші. Бекетке барсаң, сонда Алтайға жүретін таксилер тұрады. Солардан беріп жібер. Ақшасын өзім төлеймін, деді, бас аяғы жоқ. Асеке, қай журналды айтасың? Анықтап айтшы, деп едім. Кеше екеуміз кезіккенде сенің қолыңда жүрген журнал бар ғой, сол журналды мына қатын көремін деп көктей ерегісіп тұрмай ма, деп кіжінді. Көзіме оның екі езуі көпіршіктеніп, көздері ақшиып, мұрты едірейіп тұрған бейнесі елестеп кетті. Бір пәленің болғанын сезе қойдым. Оның үстіне кеше Асан екеуміз кездескен жоқпыз. Мен Үрімжіде, ол Алтайда жатса, қайдан кездеспекпіз? Амалсыз Асанның емеурініне баға сөйледім. Кешегі журнал ма? Жарайды, бірақ бүгін үлгермеймін, ертең кешке беріп жіберемін. Айтпақшы, кеше мен саған 3 журнал көрсеттім ғой, қайсысы керек саған? Әлде үшеуін де салайын ба? Деп түсінбей тұрғандай тұспалдап жеткіздім. Бәрін салып қайтесің? Мен бір қыздың фотосын түсіріп алып едім ғой, сол журналды жіберсең болды, деді де арғы жағындағы біреуге ертең жіберетін болды, деді зілденіп. Енді мен сасайын дедім. Ол қай журнал? Қайдағы қыз? Деген сұраулар миымды солқ еткізді. Асеке-ау, 3 журналдың ішінде кемінде 5-6 қыздың фотосы бар. Мен қайдан білейін сенің қай қызды түсіріп алғаныңды? Деп бір белгі берер деп үміттендім. Әлгі ақ көйлек киген қыздың фотосы бар журнал, деп аз кідірді де, мен қазір саған фотосын жіберейінші, деп телефонды жаба салды. Аздан соң Асан ақ көйлекті қыздың фотосын WhatsApp'тан жіберіп берді. Ат жақты, ашаң жүзді аққұба қызға ақ көйлек құп жарасыпты. Мұнтаздай әппақ керуерттің үстінде басын сәл қисайтып күлімсіреп отыр. Кеудесінің басындағы кішкентай қобдишаның үстінде үстел шырақпен жылтыраған ақ шәйнек, қызыл күрең шәй толтырыңқыраған құйылған 2 кесе тұр. Қызға қарап тамсанып, шайға қарап жұтынып қойдым. Әңгіме осы қызбен қатысты екенін белгілі болды. Жақсы ұқтым, ертең салып жіберем, деп келте хат жаздым да Асаннан хабар күттім. Аздан соң Асан қайта телефон шалды. Ойбай, Қалеке, құтқар, жаңа қатын қасымда тұрған. Телефонымды ақтарып отырып, ана қыздың суретін көріп қойды да, мынау кім, деп бұлқан талқан болғаны. Содан қапелімде аузыма сөз түспей, Үрімжіге барғанда Қалидің қолында бір журнал жүр екен, содан түсіріп алдым, дегенем. Онда қазір Қалиға менің көзімше телефон шал. 2 күннің ішінде сол журналды қолыма тегізбесең, менен жақсылық күтпе, деп шабынған соң саған амалсыз телефон жалғадым ғой, сенен басқа біреу болса артым ашылар еді. Деді, ит қуып келе жатқандай алқынып. Ойбай-ау, Асеке, өзің құтылып, мені ұстап беріпсің ғой, мен қайдан табам ондай журналды, деп бажалақтап едім. Асан алдергіме қоймады. Қалеке, қайтсен де бір амалын тап, әйтпесе ана көкбет қатын ажырасып кеткеннен тайынбайды. 2 бүйірін таянып, 2 иығын жұлып жеп, бурадай бұрқырап отыр. Қазір бейнесі
қатын емес, көзі қан жапқан моңғолдың ноянына ұқсайды. Артым тағы ашылмасын десең, құтқар досым, деп қиылып жабысты. Қанша ақша алсаң да мейлі деген сөзді қосып айтты да телефонды жаба салды. Қасында қатыны келіп қалды деп ойладым. Шық бермес Шығайбай атанған Асанның қанша ақша алсаң да мейлі дегеніне қарағанда жағдай тым күрделі. Бөріктінің намысы бір дегендей, ер азамат басымен қолқа салып тұр. Енді не істеу керек? Маңдайымнан сорғалаған терді алақаныммен сүртіп аз отырдым да дереу журнал жасайтын дизайнер жігітті шақырдым. Кешкі автобусымен пұрша-пұршаммен тер сорғалап үйге енді жетіп едім. Қайта барам ба деп қияланғанына қарағаным жоқ. Ішкі саясат басқармасынан телефон келді. Тез жет деп келте қайырдым. Жарты сағатқа жетпей ол да жетті ентігіп. Ыстықтан ба жоқ әлде не пәле болды екен деп қатты қорқып кеткен бе, өңі өрт сөндіргендей түтігіп кетіпті. Аға, не боп қалды? Деді есіктен кіре көзі алақ-жұлақ етіп. Қорқақ, аңқау жігіт еді. Ішкі саясат дегенге тіпті үрейі ұшып кеткен көрінеді. Бейшараның зәресін алмайын деп оған болған жағдайды айтып, осылай да осылай, мына қыздың фотосы басылған журнал керек деп түсіндірдім. Ой аға, сөйтіп айтпайсыз ба енді? Ыстық күнде адамның зәресін алмай, деп қарсы алдында тұрған орындыққа сылқ етіп отыра кетті де, оң қолымен кеудесін басып, көзін жұмып шалқая берді. Онысына да қарағаным жоқ, жұмысқа кірістік. Адам және табиғат журналының жұрт қолына жоғау деген 1-2 жыл бұрынғы санын таптық та ортасынан 2 бетті алып тастап орнына әлгі қыздың фотосын қосып, ауылдағы арулар деген тақырыппен 4 бетті қайта беттедік. Қапелімде оған қосатын фото таппай, өзіміздің телефонда жүрген фотоларды да қосып 4 бетті әзер толтырдық. Аға, ертең біздің қатындар көріп қойып шу шығарып жүрмесін деп дизайнер жігіт әзілдеп қойды. Сезіліп қалмас үшін мазмұнын да қайта жасап, сурет авторына танымал фотограф досым Ермек Алтайдың есімін жазып, зауытқа алып бардым. Біздің 3 айда бір журнал басатынымызды әбден білетін зауыттағылар бұлар неге келді дегендей аң-таң. Тыныштық па деді олар да ит көрген ешкі көзденіп. Ақшасын берейік десең, немесе басқа себеп айтсаң бұлардың 5 журналды баспайтыны анық. Басқа сылтау айттым. Журналдың мына нөмірінде үлкен саяси қате кетіпті. Біреу партия комитетіне осы жайлы шағым жазыпты. Олар журналды көрсетіңдер деп жатыр, дедім. Біз қателікті түзетіп алып келдік деп мүсәпірлендім де, егер олар қателікті байқаса, біз біттік, сендер де оңдырмайды-ау деп төндіріп қойдым. Менің кейпім не жырғап тұрғанын кім білсін, қасындағы серігімнің көз жанары өкшімдеп, 2 ұрты суланып, қатты уайымдап тұрған адамнан аумай тұр. Партия десе, пұтына жіберіп қоятын қытайлар көздері шарасынан шығып аз тұрды да әй-шайға қараған жоқ. Әп-сәтте 5 журналды қайта басып, түптеп қолымызға берді. 1 тиын ақша да алмай, бізге сәттілік тілеп қала берді. Ой, қуанышқамыз-ай, қытайлардың көзінен таса бола бере, тап бір қатынымыз ұл тапқандай қуанып, екеуміз де секіріп-секіріп кеттік. Ертесіне 3 журналды қолымызбен үйпалап, қағазын аздап көнерттік те Алтайға салып жібердік. Журналды алған Асекең есіктен кірген әйелінің басына ақтарыпты. Мә көр, депті қоқиланып. 2 күннен бері жүні жығылып, өтірігім ашылып қалама деп қылпақтап жүргені ойында жоқ. Журналды қолына алған әйелі парақтап, әлгі қыздың фотосын көрген соң көңілі орнына түсте керек. Жаным ренжімеші деп жатып кеп жалыныпты. Арасында қайдағы қаншықтың суретіне бола соғынша жынданып не бар еді
деп өз-өзінде сабап қояды деді. Ол жалынған сайын Асекең жатып кеп тулапты. Сосын қатты ашуланған күйеуінің көңілін аулау үшін келіншегі Асекеңнің қалтасына ақшасын салып беріп, 3-4 күн демалып кел деп ашуын әзер басыпты. Оның бәрін телефонда айтқан Асеке бірер күнде Үрімжіге келіп, біздің ерен еңбегіміз үшін ерекше дастархан жаятын болды. Арада 4 күн өткенде Асан біздің Үрімжідегі Алмалы ресторанында қонаққа шақырды. Күн жұма еді. Кешке қайда барамыз екен деп дизайнер жігіт екеуміз де бір-бірімізге жалтақтап отырғанбыз. Қуанып кеттік. Әсіресе салқын сыраны ұнатып ішетін дизайнер жігіт ернін сылп еткізіп орнынан секіріп тұрды. Күн ұясына батып, сам жамыраған шақта Алмалыға келдік. Асан бізді есік алдында күтіп тұр екен. Анадайдан жүгіріп келіп құшақтап, рахмет достарым, керемет құтқардыңдар деп арқамыздан қақты. Екі езуі екі құлақта ыржалаң кетеді. Тап бір жоңғарларды ойсыратып жеңіп, олжалы қайтқан сардардай масайрап тұр. Аман сәлемнен кейін Асанға еріп ішке кірдік. Ат шаптырымдай үлкен ресторанның ішіндегі айырым бөлмесіне алған екен. Кірсек, іште аққұбадай сызылған бір қыз отыр. Өңі таныс сияқты. Танысып қойыңдар, аты Шолпан. Сіздердің фотосын журналға басқандарыңызға рахмет айту үшін сонау Алтайдан арнайы келіп, осы дастарханды жайып отыр, деді Асан әлгі қызды нұсқап. Менің фотомды журналға басқандарыңызға рахмет, деп қыз орнынан тұрып, бізге ілтипат көрсеткенде барып, бізді әбден әуреге салған ақ көйлекті қыз есімізге түсті. Бірақ ол бізге де, Асанға да алғыс айтқанына қарағанда болған жағдайдан хабарсыз сияқты. Ертесі Асандар қайтып кетті. Асан екі жеп биеге шықтау сонша пәледен қорғап аман алып қалсақ, көрсеткен сыйын көрдің бе? Оның ақшасының өзін ана қызға төлетіп кетті, деп дизайнер жігіт біраз өкпелеп қайтты. 2 күннен кейін бір әйелден телефон келді. Өзін Асанның әйелі Айгүлмін деп таныстырды. Ішім қылп ете қалды. Бірақ сезірмеуге тырысып, қайыра есендік сұрадым. Ол да жайбарақат көрінді. Дегенмен аман сәлемнен кейін сөйлесуге қолайлы ма, деді. Бір бұйымтай айтатын сияқтанып. Я, қолайлы, айта беріңіз, дедім тобық жұтқандай қылғынып. 2018 жылғы маусым айындағы журналға сен кезекші болыпсың, я, деді. Мүмкін солай шығар, оғанда 2-3 жыл болды ғой, есімде қалмапты. Айтарға болмаса, қол-аяғым дірілдеп кетті. Кезекші редактор Қали Ермантай деп тұр. Жақсы шығыпты, суреттерде әдемі екен. Ауылдағы арулар деген тақырыппен берілген суреттерді кім түсірген? Енді шындап сасайын дедім. Мына қатын бірдеңені сезген тәрізді. Ермек Алтай деп жазылып тұр ғой, деп едім. Я, жазылып тұр, көрдім. Бірақ Ермек түсірген фотоға ұқсамайды, деп сық-сық күлді. Неге ұқсамайды? Ермек мықты фотограф қой, дедім сөзден жалтармағансып. Ермек мықты фотограф болса болар, бірақ мына фотоны Ермек түсірген жоқ, деп кесіп айталам, деп ол онан ары күлді. Асан болған жағдайды түгел айтып қойған екен деп ойладым. Десе де оспақтап тұрма деп ойлап сыр суыртпақтадым. Сіз бұл қызды танушы ма едіңіз? Жоқ, танымаймын. Асанда жай адам емес, ең сұлуын таңдап жүріп түсірген сияқты ғой. Ол не дегеніңіз? Әдемі қыз болған соң қызғанып тұрсыз ба? Ол фотомен Асанның қатысы қанша? Суреттегі адамның кім екенін танымасаңыз, қайда, қашан түсірілгенін білмесеңіз, онда сәуегейлік жасамаңыз, дедім даусымды қатайтып. Сәуегейлік жасап тұрған ешкім жоқ. Суреттің қашан түсірілгенін білмеймін.
бірақ суретті Асан түсіргенін фотоның өзі айтып тұр. Бұл фото қонақ үйде түсірілген. Оны Асан жартылай жалаңаш дамбалшаң тұрып түсіріпті, деді ол. Дауысы да қатаңдау шықты. Шошып кеттім. Дамбалшаң тұрғаны несі? Оны кім айтты? Деппін сасқанымнан. Ешкім айтқан жоқ. Фотоның өзі айтты. Өткенде Асан әкеліп қолыма ұстатқанда анықтап қарамаппын. Бүгін қарап отырсам, барлық құпиялықты сол фотоның өзі айтып тұр емес пе? Қойыңыз, қалжыңдамай. Ол заманда бұл заман дамбалшаң жүріп фото түсіргенін, фотографты көргенім жоқ, дедім. Тапқан сөзім сол болды. Көрмесең, көр енді. Анау қыздың алдында тұрған ақ шәйнекке анықтап қараңыздаршы. Досқа күлкі, дұшпанға таба болмай, деді де телефонды жаба салды. Жау қуғандай журналға жүгірдім. Журналды ашып қарасам, мәссаған. Қыздың алдындағы ақ шәйнекте ақ дамбал киген, қарны салақтаған адамның фотоға түсіріп тұрған сұлбасы тұр. Әңгіменің авторы Қалиақбар Үсемханұлы.